Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, математика сабағын бастаймыз. Бүгін бізде әріпті өрнектер тақырыбы. Кеше біз санды және әріпті өрнектер тақырыбымен танысқанбыз. Ережені есімізге түсірейік. Әріпті өрнектің мәнін табу үшін алдымен әріптің орнына берілген санды қойып, содан кейін амалды орындау қажет. Оқулығымыздың 52-ші бетіндегі бірінші жаттығуға назар аударайық. Әр есепке сәйкес өрнекті таңдау қажет. А нұсқасын оқимын. Киіз үйдің алдында 3 адам отыр. Егер киіз үйдің ішінде Б адам отырған болса, онда мерекеге барлығы неше адам қатысты? Егер бізден барлығын сұрап тұрса, біз бөліктерді қосатынбыз. Яғни, Б қосу 3 өрнегіне сәйкес келеді. Келесі Ә нұсқасы. Егер киіз үйдің ішінде отырған Б адамның үшеуі сыртқа шығып кетсе, онда киіз үйде неше адам қалды? Яғни, балалар, киіз үйдің ішінде Б адам отырды, үшеуі шығып кетті десе, барлығы Б азайту 3. Б азайтылған 3 өрнегіне сәйкес келеді екен. Бұл жердегі Б-ның орнына 5 және 4 сандарын қоямыз. 5 санын қойып көрейік. 5 қосу 3 тең болады 8. Енді Б-ның орнына 4 санын қойып көреміз. 4 қосу 3 тең болады 7. Келесі 5 алу 3 тең болады 2. Бұның орнына енді 4-ті қойып көреміз. 4 азайтылған 3 тең болады 1 екен. Екінші тапсырма өзіндік жұмыс. Қыздар мерекеге арнап моншақтан әшекейлер жасады. 100 алу А өрнегінің мәнін тап. Мұндағы А 50, 20 және 80 сандарына тең екен. А-ның орнына қойып, өрнектің мәнін шешіп көріңдер. Келесі тапсырмаға назар аудар. Мұнда әріпті өрнектерді есептеуіміз қажет. А тең болады 20 деп аламыз. Қосу амалының элементтері бойынша есімізге түсірейік. Бірінші қосылғыш 50, екінші қосылғыш А, яғни 20. Қосындының мәні нешеге тең болады? Дұрыс, 50 қосылған 20 тең болады 70. Келесі бағанға назар аудар, А-ның орнына 20-ны қойып көр. Қосындының мәні нешеге тең болады? Тексеріп көрейік. Үшінші баған. Өте жақсы, сенде барлығы дұрыс болғанына сенемін. Келесі тапсырмаға назар аудар. Бос орындарға тиісті сандарды қой. Жоғарғы жақта сандық сәулені қойып қойдым, жылдам есептеп, дұрыс жауаптарын атай қой. Егер үлгермесең, видеоны тоқтатып, асықпай есептеп алуыңа болады. 5-ші тапсырмада, балалар, берілген суреттен фигураларды тауып, түсін және санын атауымыз қажет. Мысалы, жасыл үшбұрыш нешеу екен суретте? Сары төртбұрыш ше? Қызыл шаршы, күлгін үшбұрыш, көк үшбұрыш және қоңыр үшбұрыш қанша екенін есептеп, санын айта қой. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 27-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырмада әріпті және санды өрнектер берілген. Әріпті өрнекті жасыл түспен қоршап шыға қой.
Ал санды өрнекті қызыл түспен қоршаймыз. Екінші тапсырмада әріпті өрнектің мәнін табамыз. Б қосу 30. Мұндағы Б 30, 40, 50 және 60 сандарын Б-ның орнына қойып, астындағы тор көзге 30 қосу 30 тең болады деп мәнін есептеп шығарамыз. Соңғы тапсырмамызда оқулықтың бірінші тапсырмасына өте ұқсас, Б-ның орнына 5, 4, 6 және 7 сандарын қойып, тор көздерге сәйкес сандарын, яғни өрнектің мәнін жазып шығамыз. Математика сабағымыз аяқталды. Сенің қолыңнан келетініне сенемін. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.